Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Сіздермен бірге тұғырлы тұлға бағдарламасы. Бағдарламамыздың кезекті кейіпкері қалмақтармен болған қанды қырғынға ел ішінен 12 мен 16 жас арасындағы жау жүрек мың баланы бастап барып, ел тарихында мың ғасырға татитын ұлы ерлік пен өнегелі іс қалдырған Байжанның ұлы Сартай батыр. Қаламның алып қырлысын, қағаздың алып сырлысын, Нұрмағамбет жолға түс, Сартайдың сөзін жазбаққа. Сіздер естіп отырған бұл өлең шумақтары Нұрмағамбет Қосжанұлының Сартай батыр туралы дастаннан алынған. Бүгінгі біз де осы бағдарламамызға Сартай батыр туралы осы дастанды арқау қылмақпыз. Байжанның ұлы Сартай 1711 жылы дүниеге келеді. Жастайынан қылыш ойнатып, садақ тартып, найза кезеп, аттың құлағында ойнап, ерлердің ісіне ерте араласқан көрінеді. Енді Сартайдың туған жылын айтушылар 1711 жылы туды дейді. Өйткені солана Бұланды шайқасының жаңғырмен соғысатын кезде 16 жастағы бала екен дейді. Сонымен есептеп келген сол 1711 жылы тудыға келтіріп атқанын білемін енді. Енді өйткені қасында ешкім болған жоқ, ұлықта документ жоқ, жобамен айтылады ғой. Сосын 1711 жыл туды дейді. Жалпы қай жерде туғанын далықмен анықтап айта алмаймын. Жалпы Сырдың бойында туған. Yani Сырдың бойында үлкен сүреміз, Арал теңізі жағалас сағалық жерлерде туған болар деп ойлаймын. Өткені өмір сүргеннің ортасының көбісі сол бетте өткен ол кісінің. Енді бірталай жер шарлаған адам ғой оның ішінде, бірақ соларда өткен адам. Енді Сартай батырдың туған жері нақты мекені туралы айта кетсеңіз, туған жері біздің Арал ауданы Ақшатау деген жер бар, осы Жақайымның жері өзі сол өңірде туған. Ақшатау Тутіккен, Жақайымдардың Тутіккен жері. Тутіккен жері, Сорада міне суретте көрсеңіз, мынау Ақшатаудағы Сартай батырды аққа ораған жері. Мынау не бар? Мынау қазір Қызылдың ғұмылы. Аққа ораған деген қалай? Адам өлгеннен кейін жуындырып аққа орайды. Сөйткен жері мынаған сол белгі қойылған. Осыған мына Нұрым атамыз жерін тауып, соған осы белгі қойды. Одан кейін Сартай атамыздың Қызылдың ғұмындағы мазарын тауып, оның баласы қоршап осындай үлкен жақсы не жасады. Мынау жойылып кетпес үшін тарихта қалатын ізді істеп отырған. Бұл жерге бұл дәлел, қандай дәлелмен айтып отырсыздар бұл? Бұл ауыз әдебиетімен келген, бірінен бір айтып, ақсақал көне бір қожа кісі бар екен. Үлкендерден ауыз әдебиетімен келеді ғой. Енді ар жағында көп болса 250-300 жыл ғой. Сонда айтқан екен, осы арада тұлғалы Сартай деген батыр жатыр деп. Сол кісілердің айтуымен қазақ байшеті ауыз әдебиетімен келген. Бізде ол кезде жазба болған жоқ, Қытай сияқты жаңа кіріс шығыс жазып отқан жоқ. Біз қандай бір мысалға жай ғана мысал Алпамыс, Манас, бәрі ауыз әдебиетімен келді ғой. Бәрі сол қырғыздың беткүстар тарихында тұр. Ал неге біздің тұлғалар біздің ата бабамыздың айтқан ауыз әдебиетімен бүгінгі таңда тарихқа кірмейді? Кеше көптеген конференцияға қатысамыз, есть ли у вас доказательства? Бір кісі келіп сұрайды, оның туы туралы құжаттары бар ма екен дейді. Жылдың сұрағы шын айтты. Мен просто мынаған неге емес, мен просто айтып отырмын. Адам сөйтіп сұрай ма? 17-ші ғасырда Қытайда болды, туған, өлген бәрін жазып отқан. Оларда жүйе сол кезде қалыптасты. Қазір Қытайға барсаң, 10-ші ғасырда кім туған, кімнің баласы екен алуға болады. Біздің өңірде ол болған жоқ. Енді жақынында біз осы облыс әкімшілігінің қолдауымен Орынбор қаласына барып келіп, бізде Гүлбану Болатқызы деген қарындасымыз бар. Осы Жұбановта профессор не 500 бет старославянский көнеде жәдігерді алып келді. Қазір сол қолымда тұр. Соны енді кириллицаға аударып, одан кейін қазақ тіліне аударып, соны бір үлкен баспа кітап қылып шығарғымыз келіп отыр. Бәрі қаражатқа келіп тіреледі, өкінішке орай. Мен жай ғана қарапайым адаммын, бірақ нардың жуы мойныма асып алып, сол жұмыс жасап жатқан жағдайым бар ақтай. Сонда Қаңтарманың қалмақтарына қарсы шықты дейді. Қаңтарма деген үлкен тау, биік шың. Соң Қаңтарма таудан аналы асып келеді, қазақтар қасы бір айсы шыңға шыға алмайды деген сияқты қылып келтіретін жерлері бар. Негізінде алғашқы соғыс сол жоңғарлармен болған екен. Оны мен Бұланды шайқасы дейді, мына тарихта бар ол.
Бұлантының жеріне бардым, көрдім мен Бұлантыны. Тастарды да көрдік. Сол әр жердегі тас молаларды да көрдік. Сонда Жезқазғанда үлкен мұражай бар екен, Қаныш Сәтпаев атындағы. Соның меңгерушісі келді. Көп нәрсені білетін жігіт екен. Сол айтқаны тағы да сол жақта тарихшы жігіттердің айтқаны. Қазір енді шындығында көп нәрсе қазақтың дүниесі. Енді шамалы архивтерден табылып жатқан дүние бар. Ауызекі тарауылдан келіп жатқан дүние ғой, шалдардың дүниесімен. Сартайдікі тіптен көбісі сол ауызекі келген дүние. Сонда айтады, ол мына орыс халқы жоңғарларды қазақтарға айдап салған дейді. Өйткені жоңғарлар қазақтарға көп емес, бірақ зеңбірекпен қаруландырған жоңғарларды. Сөйтіп сендер қазақтарды жеңіп алсаңдар, жеңдір деген. Сосын оған ой, жоңғарлар қазақтарды жеңіп болса, жоңғарлардың өзін жаулап алып орыстарға қиын түспейді. Өйткені қазақтың жері кең байтақ, оны қиындау болатын түрі бар сияқты болғанда, біріне-бірін айдап салып, қазақтарды әлсіретіп алса, содан кейін жоңғарларды оларға таптау қиынға түспейді. Сосын бәрі емдеп алғысы келген. Сондықтан зеңбірекпен қаруландырған дейді жоңғарларды. Тіптен әбургерді жаулап алып, Орта Жүздің жерін Түркістаннан былай қалай, анау Жезқазған жаққа қарай жердің бәрін жайлаған жоңғарлар. 1-2 ғасыр жайлап жатқан, иемденіп. Ана Жаужүрек Мыңбаланың ішінде ана бір кісілер, қазақтың кісілер сол жоңғарларға былай жағынан қарап жүреді ғой. Сөйткен амал жоқ, күн көру үшін бірден келіп жатқан жоқ емес, жердің бәрі жаулап кеткен бірталай жерде. Соған кірісті болып кеткеннен кейін соған енді аманшылық үшін сөйтіп жүреді. Содан кейін енді 300-ге хабар кетті. Хабар әскер жиналды. Енді жоңғарларға қарсы шығу керек. Орыстар зеңбірекпен қаруландырып қойды жоңғарды. Зеңбірекпен қарсы болсаң қырып салады. Қарайғырдың үйір деген бар екен. Мен Қарайғырдың моласы дегенді көрдім. Сол Бұлантының бойында тұр. Қара айғыр, адамның аты емес. Кәдімгі айғыр, жануар. Соған бейіт салған. Неге дейсің ғой? Өйткені Қарайғырдың үлкен үйгір, өзінің үйіріне мықты ұстайды екен. Қарсы тұрған зеңбірекке айғырдың үйірін жіберген әуелі. Есі жоқ мал қайдан білсін? Тапырлатып кіріп кеткен ғой ішіне. Содан кейін міне Мыңбаланың баратын жері. Мыңбаланың енді 900 ба білмесің бар, Мыңбала деп алған. Жартысы соларда өліпті ғой, қырылып соның. Жартысы қырылып қалған. Мінекі ана не салды да, айғырдың үйгірлері кетті. Алас қапас сол анау апалақтап қалып жатқанда Мыңбала кеткен ішіне. Содан кейін қырып салған, содан кейін жан жақтан әскерлер. Мына Жанқожа Батырдың қоржын соғыс дейтін салатыны бар екен. Қоржын соғыс сонда болған екен. Бұлай қолтықтап жібереді де қайттан ортаяна қысатын. Сондай соғыстармен жаңа жігіттен естуіміз ғой біздің енді. Содан кейін барып қырып салған, әскерді жеңген, жауды. Енді жайлап жатыр жан жақтың бәрін. Жоңғарлар. Сол жоңғарлар тегіс құртып болам дегенше 1 жылдан астам уақыт өткен. Бірден қырып салып, содан кейін жоқ болып кеткен емес ол. Өткен жоңғарлар жайлап жатқан ғой, шүйірін жерлердің барлығын. Соларды құртып болам дегенше сол 1 жылдан астам уақыт өткен дейді. Өткені шамал жерін ғана көрдік. Әр төбенің басында, ана жерде бір төбенің басында кішкентай тастан қалаған мола. Ана төбенің басында тастан қалаған мола. Мысалы ана Жаужүрек Мыңбаланың ішінде бейбіт отырған жоңғардың ауылдарын өртеп кетеді, я шауып кетеді сөйтеді ғой. Міне сол ана ол енді соғысқа дейін қылған кинофильмде. Ол ана шындығында соғыстан кейін болған дүние екен. Ауылдардың бірте-бірте құрта берген ғой. Содан кейін барып ана жау ауылдарды өртеп келіп артынан соғысты дейді ғой. Кинофильмде солай көрсетеді. Неге өйтті десе, артынан жаңа жігіттің айтқаны, сол көрініскен дейді. Жоңғарларды әуел бірден емес, әуел ауылдар шауып келіп артынан соғысқан деп. Шындығында әуел соғыс болған, содан жоңғарларды құртам дегенше бір талай уақыт кеткен. Оған дәлелі мен мысалы бір жерде тұр, бірге кетеміз ау. Қазір айтайын десем, соңында айтамын қойсам ұмытып қалуым мүмкін, сондықтан ойыма келгенде айта берейін. Айтып жіберіңіз. Анадай тас, мынау Маңғыстаудың жерінде Отпантау деген бар, көрген шығарсың. Иә. Отпантау биік атпен айналып шығады. Сол жан жақтан жау естілсе, хабары естілсе, Отпантаудың басына бар от жағады.
түндегі жалын от алысқа кетеді ғой. Ана Бесқаланың жеріндегі халықтарға көрінеді екен кейде, түнде жауған от жанған. Сосын ана отты көреді де, жан жақтан халық жауынгерлер жиналып, сол жауына қарсы шығады. 36 жылға шейін енді Совет үкіметінен берілмей келген халық қой олайық. Сол Отпантаудың арқасында шығар шамасы. Әлбежен келден бері көндірді дейді. Сол Отпантау сияқты биік емес, бірақ төбешік бар. Кәдімгі қалақ тастардан қалаған. Сен білесіз шығарсың, біздің менің туған жерімде Қотырқара дейтін отын бар. Кітапта Баялыш деп жазады. Сол Қотырқара Баялыш сияқты қатты көп өседі екен. Көзіме оттай басылды. Ешкім көп шаппайды екен. Нән түп болып жатыр. Соны сол Баялышты мына тастан, қалақ тастан қалап келіп, үстінде қалаған. Ана шеберлік қалай істеген қалағанда ортасы мынада тесік қалдырған. Тесіктен отынды салады, тұтатып, сосын жағады. Жаққанда отын тіп-тіке шығады дейді. Жан жақтағы халық хабарланады сол. Бүгінгілер үшін өнегелі іспен өшпес тарих атанған бұл мың баланың шайқасы қалай басталды дейтін болсақ, әуелі қалмақтардың әбден қырғынына ұшыраған орта жүздің биі қаз дауысты Қазбек би 90-ға келген Әнет бабадан ақыл сұрап алдына келеді. Көрші мұсылман елі өзбектер мен тәжіктерден қол сұрайық, сөйтіп осы жауға үлкен тойтарыс берейік деген тілегінде білдіреді. Сонда Әнет бабамыз, егерде менен ақыл алатын болсаң, өзге елден жәрдем сұраудың ешқандай қажеті жоқ. Одан да өзіңнің 300-іңнің билеріңнің басын қос деп үлкен ақыл кеңес береді. Бұл ұлы іс осылай басталған болатын. Әнет бабадан осындай кеңес алған қаз дауысты Қазбек би өзінің еліне келіп, аузымен құс тістеген Ақжелең деген тұлпарына бір жәнді мінгізіп, тауға арасына Мәмбет сыншыны мінгізіп, ұлы жүз бен кіші жүзге елші аттандырады. Әуелі ұлы жүзді бетке алған қос елші Төле бидің ауылына келіп түседі. Төле би екі елшінің негізгі мақсат ниетін білгеннен кейін ертең елдің бектері, батырлары, билерінің барлығы бас қосатын Айша қыздың той қуанышында бұл шаруаның шешімін айтатындығын айтып, екі елшіні елінде қонақ қылады. Қос биді қасына ерткен Төле бабамыз ертесіне Айша қыздың ұзатылу тойына келеді. Ол кездегі қазақ даласындағы той дүбірінің бөлек өтетіндігі баршамызға белгілі жайт. Палуан күрестірілді, тұлпарлар жарыстырылды. Бас бәйгесіне 600 жылқы тігілген, осы бәйгенің алдында келген Ақжелең тұлпар орта жүздің атын тағда бір асқақтатқан еді. Осы қуаныш біткеннен соң барлық жиылған бектер менен билер бір ауыздан екі елшінің алып келген хабарына келісетіндігін білдіреді. Сонымен Төле бабамыз Шаған деген биімен қырғауылды бұл екі елшіге қосып беріп, 4 елшіні кіші жүздің биі Әйтеке биге аттандырады. Ұлы жүз бенен орта жүздің хабарын алған Әйтеке би де елде болатын үлкен астың үстінде барлық батырларға, билерге сұрау салады. Сөйтіп кіші жүзде бұл ұлы шешімге келсетіндігін білдіреді. Соныменен сүмбіле туған уақытта, тұлпарлар дайын болған уақытта бұл қалмақтарға қарсы соғысатындығын білдіріп, ордабасыда 300-дің басы қосылсын деп бекітеді екен. Сартайдың мен асығы соғып қалдым, орысша түсінбеймін ғой. Орысша түсінбеймін әлде. Тек жобасын ғана білдім. Мынау Гербір дейтін бір саяхат, бір керуен басшысы, солардың біздің елге келетіні, бір Хиуа жаққа өтетіні. Соның жолдан шығып, бір батырдың кегін алу үшін жолдан қайтаратыны, сол кезде Сартайдың бастап баратын әңгімесі бар. Кәдімгі ол архивтен табылған дүние. Демек Сартай бекер бұл емес, ол үлкен тұлғада жүрді деген әңгіме. Сартайдың өзін елеп әдейі жазған адам нені көрдік. Сосын енді бір дерек, мысалы биыл Мөңке әулиеге 350 жыл деп жатыр. Менің туған жерімде Кеулің Қоштаңырбергенов дейтін шежіре шал болды. Ол кісі әңгімені айтқанда, мысалы Жанқожаның әңгімесін айтса, Жанқожамен бірге Жетес бидің әңгімесін Жетес бимен бірге шай ішіп отырған сияқты сипаттап айтады ғой.
сонда айтады әулие сол үлкейіп төсек тартып жатқанда қасындағы адамдар айтты дейді, әулием әлі де қырға шығып жан жақты серлейді деген ойдамыз, бірақ жан бар жерде қаза бар, олай-бұлай жағдай болмаса артыңды кімге тастап барасың деп айтты, тапсырасын. Енді мөңке әулиенің қазасына да асаба болу оңай дүние емес. Ол кезде ортаншылық тартатын жерге тоқпашылықты тартатын болса сотталып кетесің. Ретімен болу керек. Сосын әр үйдің отырғызатын тігілген үйлерге ретіменен жөніменен өзің теңдес құралыптас адамдармен отырғызады. Оның бәріне үлкен асабалық керек. Сол бар. Сосын әлгі атқа мініп жүрген бала бар еді ғой, соған сеніп батырым дейді. Атқа мінген балаң Сартай шығар, ол сырдың бойында арыстау жүр ғой. Келелер мекен дегенде өзінің көзқарақтылығы бар еді. Жан жақ серлеп тұрдыңдар, келіп қалар депті дейді. Сөйте шамалы күннен көп ұзатпайды, қосында жетегінде қосар аты бар, Сартай келатыр екен дейді. Сартай сол әулиемен 3 күн сөйлесіп, артынан мөңке қайтыс болғаннан кейін түйеге жазы салып, қоршау салып, әулиемнің тапсыруы осылай деп мөңкені алып кеткен өзі түйемен. Енді қазір мынау мөңкенің моласы бейті деп ешкім айта алмайды. Мен Келімқожа ақсақалдан өз аузынан құлағымен естіген әңгіме ол менің. Солай дейтін еді. Әр жерде мөңкенің белгісі деген бар, бірақ мөңкен бейіт деген жоқ. Енді артынан бертін осы жаққа келгеннен, Ақтөбе өңіріне келгеннен кейін енді әр жерде сұрастырамыз ғой. Әсіресе биыл 350 жылдық дегеннен кейін шамамда келген сұрақ қоямыз. Болып жатқан сама шараларға да араласып жүрміз. Сонда айтатындары осы, мына мөңкенің өзінің тума қанынан тараған тілеулердің өздері де, зерттеушілері де мөңкені Сартай жерлеген дейді. Жерлегенде сол тапсыруменен Сартай жаназам шығады деген дейді. Жаназасын шыққан, енді орыстардың орысша жазылған дүниесі табылыпты. Сартай молла деп жазған. Мөңкені жаназасын шыққанын сол орысшалап сөйтіп жазған, Сартай молла деп жазған. Сол жаназасын өзі шығарып, бәрі атқарылып, асабалығын жасап болғаннан кейін жаңағыдай түйеге артып салып алып кеткен. Ол енді қайда апарады? Әр уақыт кісілер ғой, мүмкін Меккеге алып кетті ме, ұшып деп жоламалдаймыз дейді. Мүмкін тілеу Қожа Ахметтің несін жады, үлкен мавзолей жады. Мүмкін соның қасына барып жерледі ме? Әлде басқа қылды ма? Ешкім білмейді. Тек мына Қожасай деген жақта бір кісілер тауыпты мөңкенікі деп айтты, оған көбісі сенбейді. Егер шын мөңкенікі болса бүгінде оны нән айбұқадан қалатын уақыт болды дейді. Ол мөңкенікі дегенге ойынша. Мөңке мына Мұғалжардың маңайында туылған, соларда өзі өмір өткен, солардан алып келіп Қожасайға барып жерлей қояды, мүмкін емес нәрсе болды дейді. Бірақ алыс нәрсе емес қой Қожасай деген тікелеп салғанда. Сондықтан ол Қожасайға жерлейтін жақында жерлемей ме? Бөтен бір сипат болды ол кісінің тапсыруында дейді. Екі нәрсе айқақ келіп тұрды да, Келімқожа ақсақалдың айтқанымен, міне жақтағы мен естіген тілеулердің, зерттеушілердің, көнешілердің айтуымен екеуі бірдей келіп тұр. Мөңкені жерлеген Сартай деген. Енді Сартай қазір өзі мына Қазалының ар жағында 30 шақты километр жерде бар. Тегіндік еместі қара. Мынау Дәулет Бақсы дейтін болған 4 қанадан шыққан атақты кісі. Соларда Дәулет Бақсы жатыр. Кіші жүздің пірі болған Қосымқожа жатыр. Әйтекенің баласы Өтебас би деген болған. Өтебас би Асберді алдыңғы сонда сол жатыр. Сол Сартай жатыр. Үлкен қорым, 4-еу ұлағат адамдардың ішінде белгілісін. Енді басқа да белгілер бар ғой. Негізгісі осы 4-еуін айрықша айтып көрсетіп қойған. Сартай, Қосымқожа кіші жүздің пірі болған. Сосын анау Дәулет Бақсы 4 қарадан тұратын үлкен атақты адам болған. Сосын Өтебас би. Асқан жоқ ешкімді артық, Өтебастан көлденең Көкдарияның саласында деп келетін кімнің Базаржыраудың өлеңі бар. Соны айтады енді жалпы Қосымқожа айтты дейтін бар. Түбетік екеуміз қатар түсеміз ау деп Сартайға. Сартайды сол Насырдың жағында дүние жаны шығып,
тапсыру бойынша сол қосым қожаның қасына барып жерлепті дегенді дерекпен айтады енді деушілер. Нақты қай қазіргі территориясы қалай қазіргі дәл? Атын білмеймін, Қазалының ар жағында 30 шақты километр. Қазалының ар жағында Ар жағында. 30 шақты. Оны Қазалының әйтеуір жол жүрген адам, кез келген адам біледі. Оны табу қиын емес. Осы фейсбуктерге не телефон қайта шығып жатыр. Жақында ғана осы бір жігіттер, Төребек деген осында тұратын жігіт бар, 80 жігіттер. Солар барып келіпті Сартайдың басына. Қорым сол жерде. Қорым соларда үлкен кесене қылып қайттан жаңартып салған Сартай батырдікі. Мен басына бардым. Алдыңғы жыл сол Өтебас биге ас берді. Сол Өтебастың басына барлығы болды. Сосын Сартай қосар деген бардым. Сонда маңдайым сүйеп тұрып айтқанмын. Ата сенің жырың жырғалы 35 жыл болып еді. 35 жылдан бері келіп тұрғаным осы бірінші рет деп айтқаным бар. Биыл сол Сартайдың жырын жаттағаныма 37 жыл болыпты. Содан бері келе жатырмыз. Енді Сартайдың туған жері де сол Қазалының төңірегі ма? сол өңірі сияқты, солай сияқты. Енді бәлендеп мен даппазып айта алмаймын. Бірақ мына Ембіге дейін, мына неге дейін келіп жүрген, иә? Бірталай жоқ, талай жер шарлаған атпен жүре береді. Енді жауынгер халықтар бір жерде айналып тұрып қалмайды олар. Олар жаны шүберекке түйген жандар ғой. Оттың басы ошақтың қасы аңдағы адамдар емес, ел үшін сол атқа мінген адамдар ғой. Сол үшін қай жерде қазаққа қорған болатын жері бар, қай жерде дау-дамай бар. Батырлық екібастан би болған кісі сосын жүре береді ондай адамдар. Шақыртулар бар, керіс сөздер болады. Талай енді мүмкін мыналардан келіп жерлеу алып кету деген сөз, келді деген сөз ғой. Енді анау жаңа Гербердің несінің ішінде айтқандары бар, жаңағы жылқаманның мергендігін көрсететін, осы мұғалжардың маңайында болған деп көрсетеді енді. Сартай батыр елдің тұлғасы, тарихтағы бір ізін қалдырған бабамыз. Сартай тек батырлығы емес, Сартай билігімен қалды. Сартай бабамыз 100 жасаған адам. Енді бір 2-3 жылдық ол кезде өкінішке орай қазіргідей жазба жоқ, ауыз әдебиетінен келді. Жылына байланысты 2-3 жыл, 5-6 жылға дейін нелер болуы мүмкін. Мысалға тұлғаның бірі Әйтеке бидің өзінің өлген жылына байланысты, қайтыс туғанның жылына байланысты айырмашылықтар бар. Әртүрлі деректер бар. Сондықтан ондай болады. Бірақ бұл мақтан тұтатын, өнеге қылатын жас буында елін сүюге бір тұтатын азаматтардың бірі қандай бір ру, қандай бір жүз болмасын, қандай бір елді мекенде біздің тұлға бетке ұстайтын батырларымыз, ақ жол көрсеткен бабаларымыз бар. Солардың бірегейінің бірі деуге болады бұл бабамызды. Мен сол жақайым Сартай батырдың рулас, елдес ізін басқан ұрпағына мақтанам, және осы бабамызды ұлықтауға көптеген жұмыстарға атсалысып жүрмін, соған барымды саламын. Бірақ бір батырға тоқтам жасамауымыз керек. Біз елдікті істеу үшін бұл бірінші сауал 1726 жылғы ұлттық құрылтай, Әбілқайыр хан бұланды шайқасы. Осы 3 тематикамен біз елдің басын қосамыз. Ру айта бастақ өкінішке орай Тұрымтай тұсына, Балапан басына кетеді ақтай. 22 жылдары осы облыс қала әкімшілігінің қолдауымен Сартай батырды ұлықтау үшін жау жүрек 1000 бала деп, Сартай бір өзіміз 1000 бала деген ол бүкіл қазақтың тұлғалы батырлары. Мына 28 панфиловшы деген біз мына совет үкіметінде өстік, баяғы комсомолдар болды. Burada 1000 бала, 13-тегі, 14-тегі, қазіргі 30-дағы балам жыламай тамақ ішпейді енді. Шындық. Ол кезде олар елім жерім деп жауға шапқан үлгі алатын. Мысалы тарихта қанша көрсетсе, мыңдаған тұлға батырлар бар. Но жас буын 13-тегі, 15-тегі бала жауға шапып елін қорғау, ол біздің бабаларымыздың бізге қалдырған ізі, ұлағатты ізі. Бірақ мына кино түсірілді Сартай батырға байланысты. Өкінішке орай көптеген бұрмалаушылық болды. Сартай батыр негізгі батырлығынан емес, билігімен естелікте қалды. Сартай бабамыз 100 жасаған адам. Осы көп сауалда, көп өкінішке орай, мына біздің Әбілқайыр хан сияқты тоталитарлық заман орыс патша үкіметіне қарсы көптеген қандай бір шаралар жасап, елдің қорғаған азаматтарды, тұлғаларды заман талабына байланысты айтылмай, жазылмай келді. Соның салдарынан осы көп жерде айтылмай келетін өкінішке орай. Енді Сартай батыр негізінен кейбір адамдар айтады, бұл как сказка дегендей қылады. Бұл шын өмірде бар. Бұның 7-ші ұрпақтары, 8-ші ұрпақтары Арал қаласында, Қазалы қаласында, Байқоңырда өмір сүріп жатыр. Жақайым дейді, соның ішінде Байжан Асан деген ру, көп халық, сексеуілде бар. Ақтөбе қаласында тұрады, тікелей ұрпақтары бар.
осы бұл миф емес, бұл сказка емес, бұл шын өмірде болған біздің қазақтың тұлғасы. Сондай сыртқы дүниелерін айта кетіңізші. Елдігін сақтап қалыпшы. Енді 1723 жылы Ақтабан шұрынды жыл болды. Қазақ көшіп қаңғып кетуге тура келді. Вообще қырылуға тура. Ұлт есебінде жойылып келетін неге келдік біз. Сол кезде көнекөз қариялар бар, елдің елдігін ойлайтын бүкіл жүзде бабаларымыз бар, солар бас қосып кіші жүзге сауал айтып сұраныс жіберді. Сол қазақтың басын қосу үшін сол кезде мына аралдың ар жағында жаңа айтып отырмын ғой, 160 км жер Қарақұм дейді. Қазір оны Ұлытау, Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Ақбастөбе дейді. Сол жерде жиналып үлкен ас берді Құрымбегі. Бұл енді ол кезде қазір шпион десек, ол кезде де тыңшылар бар ғой. Соны білдірмей қазақ басын қосып жатыр демес үшін ас берілді. Шын ас берілді. Бірақ астың астарында жатқаны қазақтың басын қосып еді. Ұлы жүзден, орта жүзден мен деген батыр билер жиналып, сонда келісімге келіп, елдігін сақтап, Әбілқайыр ханды осы бүкіл сол кезде қазақтың ханы қылып сайлап, әскер басы қылып сайлап, сол жерде сайлай ма? Сонда алдын ала бұл хан сайланғаны 1713 жылы мына Ырғыздың бойында хан сайланды. Ол кезде кіші жүз хан сайланды. Ал енді 1726 жылы сол біріккен орта кіші жүз, ұлы жүзден біріккен күшті басқаратын Әбілқайыр хан сайланды. 300-ге хан қылды. 300-ға хан қылып, сол әскер басы қылып сайлады. Соның арқасында 1726 жылы қазір мына Ұлытау облысы Бұланты жерінде үлкен шайқас болды. Қазақтың бірінші рет жоңғардың сағын сындырды. Бұған дейін болды сағын сындыру. Бірақ қазақтың елдігіне күш алып, бірігіп мына жер бетіндегі 9-шы мемлекетті сақтап қалудың үлкен бір несі дейміз, бір бастамасы, фундамент десек содан басталды. Одан кейін Шымкенттің мына Түркістан жерін босатып, Алла бұйырып бұрын елден көшуге тура келген ұлы жүз бен орта жүз ағайындар қайтып келіп қосылып үлкен күш болып, соңы Аңырақай шайқасы 30 жылғы Қытайдың жеріне дейін елдігімізді сақтап босатып алдық. Бұл үлкен шайқас. Соның ішінде Сартай батыр жас буын бала 15 жастағы халықтың ақсақалдардың батасын алып, ізіне өз сияқты жас буын. Ол кезде неше жастың аралығындағы балдар болған қасында? 13 пен 15-16-ның жасы дейді. Өйткені Сартай 11-ші жылдар туды деп отыр. Плюс-минус сонда 26-27 десе 15-16 сол кез шамасы. Бұл жігіттер сонда бұрын осылай бір дайындалып жүрген балдар ма? Бұл енді ол кезде біздің балдар бүгін телефон алып жүр, ол кезде жауынгершілік жаман. Әке шеше күндіз келіп үйіне шай ішіп кетеді, түнімен қаруын асынып, таудың басында отқан. Бала бесіктен шыққаннан кейін қолына қару беріп елін қорғауға үйреткен. Сондықтан жауынгерлік ол кезде өмір сүрудің бір жолы болды. Өйткені ол жанұясын сақтау керек болды, ата-анасын қорғау керек болды, елін қорғау керек. Сол енді батыр тұлғалар бар, осы болашақта елді қорғайтын азаматтар болады деп әдейі жасақ құрып үйретіп, соған енді белгі ұстар, беткі ұстар азаматтар өседі ғой, соның бірі Сартай шыққан тұлғалы азамат болып, сол Сартай сол мың баланың басы болып, сол жауға шапқанның бірі. Сартай қазір бүгінгі таңда Қазақстанның 505 тұлғасы болса, соның бірі болып Қазақстанның осы бүкіл тарихына кіріп отқан тұлға. Енді мысалы қарап отырсақ енді 12 мен 15 жастың аралығындағы бала енді қазіргі немен елестейді. Ол кезде бала емес, ол кезде жауынгершілік заман, жоқтық заман. Енді әке шешең қасыңа жатпайды, кешке қаруын асып, бісмілласын айтып азында көре ма, көрмей ма? Таудың басына барып елді қорғап отқан ғой. Өйтіп отқан бала ол ойында ойламайды, қайтсам әкемнің ізін басам дейді. Әкесі анда кеткен малын жайғарады, анасына көмектеседі. Қолында бір жағында пышағы жүреді. Бұлар өмір талабы солай болды. Ал қазір шүкір енді бейбіт заман, қазір өкінішке орай балдар телефон, ноутбук, кибернетика заманы. Ол кезде білекті жеңсе, қазір ақылды жеңеді. Сартайдың жырына келейік. Сартайдың жырын жазуға Нұрмағамбет жалпы бұл Сартайдың қозғалысының басталуы, өзі сол Нұрмағамбет ақын жазған Сартайдың дастанынан барып етек алып кеткен дүние. Мынарда Түйетөбе деген жер бар, халық жауын атқан жер. Нұрмағамбет те соларда, осы Ақтөбенің жерінде соларда жатыр. Сол аралдың плотында ұстаған, соны Ақтөбеге алып кеткен ғой. Қазір мынау Түйетөбе деген жерде жатыр, сүйегі. Өткенде осы бір деушілер айтады, сол төбенің баурайынан жан бауырлап шұқырды қазған, анан адамдар жағалап қояды да атады, арға итеріп жібереді, көміп тастайды болды.
Нұрмағамбет соның бір дегенде кеткен. Бірақ енді сол кейін архивтерден әйтеуір көне жазбалардан жоғалмаған табылып жатыр. Нұрмағамбет молла деп жазған анаға көрдім. Бірақ Сартайды қайтадан тірілтуге үлкен ерлік жасап кеттіңіз. Бірден бір осы кісі. Осы кісінің жыры ғой енді, иә. Осы кісінің жыры, осы кісінің арқасы тәуекел деп Бұл енді. кісіден басқа жазған адам жоқ қой бұл жырды. Жоқ, ол кісі жалғыз осы Нұрмағамбет қана жазған. Бір ғана нұсқа. Бір ғана, бір-ақ нұсқа. Мысалы, Едігенің 60-қа тарта нұсқасы бар екен. Бүткіл Орта Азия жырлаған ғой, 60-қа тарта. Соның 5-еуі қазақтарға тиесілі екен. Ал мына Сартайдың жыры, Жанғожаның да мысалы 4-5 варианттан 7-8 варианты белгілі болады, әркім жазған. Ал Сартайдікі біреу-ақ. Оған ешкім таласа алмайды Нұрмағамбеттің басқа адамға. Бір-ақ нұсқа. Онда да 37 жылы келді, тәуекелді қолға алды, жүдеу жадап жүрсе де тәуекелдеп әруақ үшін жазып болды, сол үшін атылып кетті. Сол Нұрекеңнің Сартайының кішкентай ғана өзінде айтып берейін мен. Сол Сартайдың жырының басталуы, сосын Сартайдың шығу тегі. Қаламыңды қақпалап, бұл күнде күйсіз жүйріксін, құра алмайды сөзің лақпанақ, шаруашылық сай келсе, тастар едім тақталап, тақтасы келген жел сөзді, тыңдаған адам мақтамақ, атағы шыққан адамның әруағына әркім мақтанады, өлер уақтарды сыйласақ, бай болармыз бақтарап, есіктен әруақ табылса, не керек төрге аттамақ, әруағын әркім сыйласа, Нұрмағамбет Қосжанов өлеңмен сөзім бастамақ. Салсаң бұрғылақ тыңдаушым, мақсат еткен жұмысым, ертегі қылы шығарып атам бір қазақ ұлысын. Ей сәтіде болу қол жетсе, орындалым бұлысым. Ей нұр туған құттау дүниядан, қандыры құла құрышын, нақыштап жырлап толғады, Едіге ханның тұқымы, Мұсады ханның жынысын. Жанғожа батыр бұл өтті, Қарасай орақ Мамайдың нақыштап толғап жұмысын. Жанғожа батыр бұл өтті, патшаға сілтеп қылышын, ұстамай өтті қолына, алтында менен күмісін. Николайға бағынбай, қираты өтті аушанысын. Сартай өтті қан болып, қалдырып елге дыбысын. Кейінге сөзді қалдырған сенімді көрудінісін. Ағайындар хабардар, шаруашылық тұрмысым, сұрап тон қылдым, әркімнен алым бір қысым. Көмектесіп ағайын, беріп те тұрса тігісім. Нәріктің ұлы шұр еді, ертектен жазған тұңғышым. Айдалып кеттім 5 жылдай, әлімсіз болып қылмысым. Қайтып та келдім саламат, мерзімді болып күнгесім. Қайтып келсем еліме, жоқшылықтың зарбынан бұзылып қалған мынау тұрмысым. Ал Сартайдың жырын жазуға арғат қаламай, ілбісін Қысаның аздап жейлесін, кешелер оқып тыңдаған, сөзімнің болса кемісін. Әлім ишекті жақайым білмеймін менде көгісін, нағыз көгіс ақбура тоқбура деп атайды жақайымның бөлісін. Құлым бет дейді ағыстан, бәйім беттен көлім бет, торжынбай үш көгісін. Тоқбурадан бердің бұл баудыған көкжал өрісін. Ізбас итай хәмшеру, шағыр есен шатыр құл, қосқылақ дәулет сегізің. Тоқпақ бұра асан әулеті, үй санынан алады жақайымның көбісін. Алшынбай мерген байланды, үш
қосқалаң деп айтады бөлгендер сөздің белгісін. Сартайбайдан Асаннан басқарған елдің жұмысын, көмектесіп көрші талай берген қорысын. Дәріптейміз әр кезде Сартайды өткен сол үшін, Сартайды өткен сол үшін. Тыңдасаңдар жарандар бастайық болғанай, ерісін қалмақтың екен жерлері, Сыбан деген Саранау деген қаласы, жаһаннан асқан көрдегі Сыбан деген рудан шығады екен бегілері. Тоntazы деген хан екен бағынған толық ерлері, еріккен қалмақ халқының қазақ екен ермегі. Қазаққа қалмақ аттанса Ортазы екен деңгейі, жыл сайын шауым алып дүнияға қалмақ келілді. Қатында қызың қолжалап болады екен шеңгелі, қалмаққа қазақ аттанса қаңтарма таудан аса алмай қайтпайды екен еңбегі. Жыл сайын жауға шабылды, Ортазы талай шерледі осы арадан доғарып, аз әңгіме етеген қоя тұрып термен Міне Қаңтарманың қалмақтарына әрекет қыла алмай жүргеннен кейін қаз дауысты Қазыбек 300-ден қол жинауға талап жасап, өзінің Ақжелең деген тұлпарына Бержан Ақынды мінгізіп, Тауғара дейтін тұлпарына Мәмбет Сыншыны мінгізіп, ұлы жұрт үйсін Төлебейге аттандырып салды. Төлебей ол елшілер келгесін өзінің Жасылтас деген тұлпарына Шеген деген би інісін мінгізіп, Бурыл деген тұлпарына Қырғауыл жырауды мінгізіп, кіші Әйтеке биге аттандырып салды. Ең сол мынау екі елден шыққан төрт елшінің Әйтеке биге келетқан жері. Көрмешекте көзбенен айтайық тауы куәсін, таласып шапқан төрт тұлпар егіз ұрған құлашына. Артқа бір тастап келеді талайда таудың жырасын, құмарларың тарқайма айтпасақ сөздің ырасын. Сырдың келді қайымы тұсауғанда босады, тұлпарлардың айылы ырғызды талды суына. Салсаң бір тұлпар қайылы, сондай бір тұлпар мінгенге ешістің болмаз уайымы. Екі сала белгілі еділдеменен, жайықты жайда қыстаған кіші жүздің баласы қара кесек байыла мұзды балақ ақиық ашуланбай аң алмас, әудейеге сыйынбай ерлер қылы шабалмас. Ерлердің пірі болмаса қанаптан шықпайда қалмас, жақсыда жаман жазудан алладан барман болмаса табанға шөңге қадалмас. Екі елден шыққан төрт елші бәрі де құрдас замандас, таласып шапқан төрт тұлпар, бәрі де саңла қадамдас төрт аяқты жануар Ақжелең аттай жаралмас. Бірнеше күн жол жүріп Әйтеке бидің үйіне сәскеде еттау хабарласы Міне елшілер келгеннен кейін Әйтекенің өзінің батыр билерін жинап алып, елшілердің жұмысын баяндап атқан жер екен дейді. Шарыс бір туйдау енеден беғарыс пенен беғарыс, жанарыс пенен үшеуін бір бесікке бөлеген, бірге де туып үшеуі шарыс болып дүреген,
Biz kişisiz bolamız tarixta kalsa könüden. Ülken ağa balası zamanaqqa to'xtayib başladıqqa sanağan Jahayim menin görüşkegim tadasar debedin Xudoy ayardı qalağan doğadar görüşke to'qimi gözü taragan Yeşinalı aydır bektilev qabaq nazarda Şürün menen ayt buzur konustugingen saylagan Derlerin java baylagan Şekti de bizden gerler gögüzlerim mınga tengegen Ey toy kocaday batırlar jağına жалғыз жөнөлген Қыдырбайдай билердің ағындай сөз иеленген Қара бір шора қармыс бейқа кем емес еді кемеден Сырлыбай мыңбай екеуі айта алмайлады түріден Қожам Жардула Асаннан әр сақи әр би артық жаман береген Қолым бетте олжабай туп алдында сөйлесе Босанған аттай дереден әр уақыт бақсы сасықпай өлер уақыттар жебеген Аумаған астау секілді бектерім сендер дереден Келшілер келді ортаңа Қазыбек пенен төледен Қазыбек төле қол қойып хатпенен берген Хабарын бермей намақ ұшар селдің ададын Еліші алдым бесік қой ойласып табар амадын Үлкен аға баласы білесіңдер сендер тадағын Қалмақ пен моңғол бірігіп Шыдына келі алып тұр ортардың ададын Үйте берсе қалмақ жау Қайдырар елдің табанын тайса қоныстан бұзылар қалғым заманын Қалмақ пенен моңғолдың тартайық бізді табағын Шығарайық есебін айдыстаған баланың Саналып шықсын үш сөзден сарылап байлау садағын Түймелі сауыт төгілді жаудың да кейсен жарағын Қалмақ пенен моңғолдың қайтпай ұрыстың тамағын Жесір алсын сұлудан үзілдіріп сағағын Қалмақтың қызы сұлу деп айтатын әркім жамағын Ердігі менен қызарып көтеріп сүйсін тамағын Жол тауы ерлер таныссын мал табудың амалын Елшілер келді ортаңа Елшілер келді ортаңа Елшіге қалқым не дейсін ал сөйле билер ағаның Және айтар сөзім бар Сөзіме құлақ салыңдар Ертең өтін бір сүгін Құрым деген ағамыз Сол кісінің асы бар Сол кісінің асында ат бәйгеге шабылар Бәйгеге арнап шығарған 6000 жылқы 1000 жар 6600 нардың үстіне масаты кілем жабылар 6000 қой 1000 сиыр үстіне мұның тағы бар Көпті күрсе көл деген бәрі де соның жадың бар Менің айтар ақылым осыдан олжа алғандар Орта жүзге тастаңдар Шетті менен төрт қара Аттарың келсе бәйгеде мал басына бармаңдар Олжа малға қызығып бір жапырақ алмаңдар Орт жап шапқан қалқын ортажып Көрсету көмек беруге қалықтан тағы қамдаңдар Көрсету көмек беруге қалықтан тағы қамдаңдар Жахайым менің атым Нұрмағамбет Отырмын бір тарихқа қалам сермеп Көзіммен соның бәрін көргенім жоқ Жалғасы бірден бірге қалған бір кеп Жаңғыртып жалған сөзден жазып тұрмын Тұрғансын қатардағы қалқымды деп Нұр туған сөзі есай кеттау өтіп Өзінің заманында сады өрнек Пәниден бақи жайға кеттай бір күн Сөзбенен 5-6 ауыз еті бермек Жағдайсыз жабырқауды алдым қолға Әрине айтпас ешкім артық кемдеп Алтында әлгі сөздав азаматтар қосылған ат қызығы болсау керек Алтындай әлгі сөздав азаматтар қосылған ат қызығы болсау керек Al bana vaktin belgisi Şan şakta Arka bittin tüşşama
болмай өзің атты құлдай көрді ұшарыс қазақ болып ат қосқансың құлда емес қызықтырған атаға тек шаң қиып шағаладай шаң астынан ағылжырың көте шықтау көлденеңде қайрылмай қалың топқа кетті өтіп жануар жері толмай сұлығын жауақ жерең орта жүздің тұлпары деп жаңғырды табысына жерменен көр Сартайдың шалғасқасы бұлда келді жанымар ақ желеңмен құйрық тасып ат шаппай бақ шабады деген ғой деп сол жерде оғалы қалдың қыбырласып аттыға күн жарымдың жері толмай оралды қара көрім белден басып берді бай үстіндегі шапқан бала әл бермей кетті басына алып қашып жетіру жағал байлы тама табын тамада есет қосқан арғымағын шүйлігі баласындай келді жетігі төгілтіп бұл жануар құйрығын табында асау бараға ақ жалатын бұратып төртіншіге келді шаңын берсеніп бесінші аттап өте жоқты тең бірат жақайымда той қожаның екі айттан туған тілеу қабақ қабақта сегіз байдан ақтабана тұқымы түрікпеннің бедегеді жануар 7 жасар алмау сағаға шөмеке елеместің шабдарымен ақтабан айрылыспай келді қабат 4 қара 80 деген тайпасынан 8-ші дула қосқан келді ақшабақ бай бақты сырым бидің тардан бозай жылқыды топтан озған бір занталақ аудары қара жердің топырағын артына тастап келіп табақ табаға аталған 6 атқа урбайғы 9-ын біз келтірді қазір санап 10-шы қара кесең батыр ақтанның боз мойнағы келе жатқан 3-ші я 4-ші болар еді жануар жері толмай ақтан қатқан Бұсаным жаңа ғана омырабай тері шығып тебінгелік жұқа шапқан елінде жылқысы көп жағалбайлы кертайлақ деген атты тауыр баққан бекетте бұрандатып адайлы тор төбел келді баты көлбей шапқан тор төбел кертайлақпен келді қатар арасы алыс емес балтау саптан келді шау шаңнан шыға түйдектеп құла шау өткен кезде әлеумет тәуір екен деді айбылды тауара төле бидің тұлпарымен жасыл тас келді шөгі қарақшыға ардана әлімбеттің қара кері құйғытып кер бір жағынан келді бұл да білгенім алдың қаттан осы жетат қалғанын білгін келсе өзің сұра анығын білмегенді айту қиын әлбетте қиын емес үлкен күні 60 ат айтуынша бәйген алды бір жақтан күрестіру палуанда бір жерде алқа қотан жырау жырлап мереке болып жатсы алдына шығарды малдың барын орта жүзге мереке өткеннен соң 2 ай жұмақырымның әруағына бас қайтар бір елдің жақсылары еткен дұғаңа
адам олар, Тұр ма? Көлімбетте Құрым деген би болыпты. Анық тарихта болған кісі. Құрымның ұрпақтарын көрді, мына Аралдың қасында Тоқабай деген жер бар, сонда ұрпақтары бар екен Құрымның. Кәдімгі кезінде болған дейді, ас үлкен ас. Так, 60 ат қосылып тұр ғой бұған, әлде 60 одан да атқа бәйге берген. 60 атқа бәйге берген, одан да көп ат қосылған, Енді бірінші орынға тігілген жүлде қалай еді? 5. ана жүлдені айтпайды, жалпы Бірдеңе жылқы деп айтатын еді ғой. 1000 жылқы 600 нар бар дейді. 6000 жылқы 1000 нар. 600 нардың үстіне кілем жабылған дейді. Бұл барлық жүлде қоры. 6000 ғой, 1000 сиыр бар тағы. Бүткіл жүлде соның 60 атқа бөлген ғой. Соның барлығын орта жүзге берген ғой. Шығарды малдың барын орта жүзге мереке өткеннен соң 2 жұма. Алдында айтты ғой жаңағы. Осыдан олжа алғандар орта жүзге тастады. Алмаңдар деді ғой. Міне ауыз бір болады. Бұл астың болған рас. Ат бәйгісінің болған рас. Ол орта жүзде шығарылған да шығарылма білмейміз ғой. Бірақ бұндағы нұсқа халықтың ауыз бірлігі, қол қайырын, өзінің қайырын беру, тарыққан адамға көмектесуді келтіру ғой. Бұның ішінде жауынгерлік те бар, ауыз бірлік те бар, ерлік те бар, садақа қайыр да бар, мырзалық, атымтай жомарттық та бар. Бәрін бір жырға келтірген ғой. Бұлай қарасаң, енді ана Сартайды дәріптеу, сонымен бірге елге үлгі қылатын нәрсе ғой мынау. Осы аралары. Әдейі сөйткен ғой, келтірген. Мысалы мен ортасында айта кетейін, мысалы Нұртуған Жолдан Қарасайға дейін дастанында бір атты, Сұлтанай деген би бір атты 40 аруаннан арға үстіне кілем жауып алып береді, бір атты. Ана сол Қипатша деген саудагер ғой. Сол енді саудагер адам пұлдайды осында. 40 аруаннан ары келе қоспағы жоқ тартынған қисық төсіне болмасын күлге шөккен антырған. Босалмаймын бұларды жібегі болсын артылған дейді ғой. Ылғи жібек артылсын, бір ылғи жібек артылсын, сәніменен тартылсын, бір палас бос тұрсын, жіп шықпасын арқаудан дейді. Орташа пасы осылай, артық емес жабыдан деп келтіреді. Кем пәсіне бермеймін, жау келе жатыр екен деп сөз болады сыртымнан деп келтіреді. Атын қорқып берді деп сөз болады артымнан дейді. Сол бір ат қой. 40 аруаннан арға ылғи жібек деген уақыттан құнды дүние, ылғи жібек артып бір палас дейді ғой, кілем. Соны артып бір атты алып береді. Сол арқылы қайтарады ғой Қарасай. Енді олат артынан екінші жауға баратында Алашын деген кісі үлкен бір ауылды, рулы ауылды, жаңғыз атымен аң аулап асырап отырады. Ана қызлат өліп қалғаннан кейін Алашыннан жалғыз атын сұрап барғанда мәрттікпен беріп жібереді. Онда сөзден жеңеді. Сондай сөзден жеңеді, сөзден ұтылғаннан кейін атты береді де қойып береді. Артынан бірақ Қарасай ана жау жеңгеннен кейін Алашынға қасына бір қозып қалың үлкен нарымен дүниемен қайтарады ғой. Бұл бір ердің ерге бірімен көмектесігі, жомарттығы, мәрттігі, анау батырдың тұқымы келіп тұрғанда меселін қайтармау деген сөз. Ана Сұлтанай деген мысалы Орақ Мамайдың көзін көрген, сол үшін ана жақсының көзін көрген жасыдан ғана жәдігер келіп тұр деп дүниеге қарамайды ғой. Дүниеге келсе аламын дейді ғой. Бұл мынау да сондай. Қарасаң, оны да ойласақ енді жалпы берілу керек бұлар. Бұл жаңғызды жырды айта салу емес. Оның үшін үлкен тәрбие бар, жаңа айтып отырмын ғой. Мырзалығың, мәрттігің, ерлігің, елді жаудан қорғауың, атымтай жомарттығың, қайыр садақаң, ауыз бірлік, біріне бірінің сөзін тыңдау бәрі жатыр. Әдейі солай келтірген ғой. Көрмейсің енді. Сол үшін енді ол мысалы 6000 жылқыны бір Құрымның ұрпағы шығарған жоқ. Елге сауын айтты, бәрі жинады. Міне көмек деген сөз. Ән жақтан әркім өзінің үлесін қосты ғой. Үлесін қосады. Міне бізді мысалы бір жерде қаза болбаса, той болбаса, өзіміздің көмегімізді әкеліп береміз ғой. Содан қалған дүние ғой солардан. Үзілмей келатқан дүние. Жалаң өзің барып соны ішіп жоқ қайтпа, сынап қайтпа, көмегіңді беріп қайт деген. Содан үлкен ата-бабалардан қалған нұсқа біздің шым-шытырық кішкентай бір бөлшегін алып қалып жүргеніміз. Аналарды көрмейсің мен. Аударып тастап тұр. Оның бар Құрымның ұрпақтары шығарған жоқ оны. Ел шығарды. Сол ел шығарған дүниенің бар орта жүзге аударып жіберді. Бір сабақ иінілмағанын көрмейсің. 301-дей хабар алды. Сүмбіле туды, жиналатын уақыт болды. 300-дің басы бірге келіскендей Ордабасы да жиналды. Ордабасы да жиналғаннан кейін ортада үлкен сұрақ тұрды. Ол қандай сұрақ десеңіздер, ендігі жерде
қалмақтармен болатын қырғында кімнің басшы болатындығы, кімнің қолбасшы болатындығы, кімнің хан болатындығы. Кімді хан қылып сайлаймыз деген сұрақтың жауабы біраз уақытқа созылады. Әр жүз өздерінен 30 биден шығарып, 90 би ортада таласқа түседі. Ақырында 300 бірлесе келе, кіші жүзді бастап келген Әбілқайырды хан етіп сайлайды. Сонымен қазақтың қалың қолы Бұлантыға қарай сапар шегеді. Бұлантыда жиналған қазақ әскері менен жаудың әскері бетпе-бет келеді. Жау жағында зеңбіректер менен атқыланғаннан кейін қазақ әскерінің көбісі сол жерде шейіт болып кетеді. Екі жақ бір мәрте соғыстан кейін, бір қарқын соғыстан кейін бір-біріне бата алмай тұрған кезінде әлгі Сартай бастаған жау жүрек мың бала тұтқиылдан жаудың ортасын екіге жарып бөліп береді. Соныменен бұл үлкен шайқаста қазақтар жеңіске жетеді. Міне, мың бала бастаған Сартай батырдың ерлігі айқын көрінетін жер осы тұс болатын. Әлгі бастап барған мың баланың ішінен 500 бала елге аман есен оралып, 500-і осы қан майданда, майдан шебінде шахид болады. Елім деген ерлердің ісі осындай болса керек. Батыр билер тұрға сатып түсіп тұрған қолды әскерді жағалайды ғой. Кіші жүзге келеді. Келген кезде кілең жас балда тұр, оның ішінде 13 жасар Жылқаман тұр. Балашаға айдайтын қой емес жаулар көрсіске дейді ғой. Ана 13 жасар жас бала ішінде жүр періште. Әйтекем ауыр алмаса, кіші жүзді санаймын, ақылы жоқ кеміске деп кетіреді. Кіші жүздің билер жарма-жарын қайтасын ақылға көнсе келіссе, ақынға көліп келіссе дейді. Енді жас балдардан жиналып тұр ғой, Сартай бастаған топтар. Кілең жас балдар тұр ғой, сол жарма-жарын қайтарсын дейді ғой. Оның алдында ғанадан Қарайғырдан кейінгі салатын мың баланы олда емей тұр ғой. Содан кейін ғой, соларды жаңағы Сартай айтады ғой, кіші жүз үлкен ағасың, орта жүзде білімді, сыпайылық етті, түйреп еттің тіліңді деп келтіретін жері бар. Сен онда екеуің сенбесең, сол балаға шығыңдар, екеуіңіз ба, ұлы жүзбенен ортада сол балаға шығыңдар, екеуіңіз ба жұбыңды. Ақшолақ тұрса қолына, ақшұбар тұрса қолына біріңе қоспас біріңді, жазатайым жығылсаң, сұрамайсың оныңды дейді ғой. Бұл сөз Сартай айта ма? Сартай айтатын. Сартай айтады. Содан кейін бар Қажызбек би айтады, мен осы елдің бәрі жинайым деп жинап едім, айдаймын ғой деп едім, бұзамын ғой деп едім, қалмақтың Саранау деген қаласын, айдаймын ғой деп едім, өрісте жатқан танасын, бас қоспай жатып белгілерін ұрысқа таласқа түсіп барасың, жата берсең таласың, жүрің жолыңнан басқа қаласың, босқа жолыңнан бекер қаласың, өз-өзіңді көп біліп, көпсініп азбенен кімді аласың деп келтіреді ғой. Содан кейін ашуланып құрғауыл Жылқаманға ұмтылды, жау жағадан алғанда көремістенен қиқылды, балашаға айдайтын қой емес көремістенен қиқылды, жаудың бектігіл сендей жас шыға алмайсың бейтіңді деп келтіретін жері осында. Ашулан, осы арадан жылданға жылда, елге қай жылдан көрсе сыртың дейтін жері осында. Ашуланып Жылқаман қалт етті, қайтпаймын деген ақсын қарғыштай шаң етті, қашып бара жатқанда артына қарап жалт еткенде ақшылар дауыс шығып танк етті, қырғауылдың басында қырғауыл құс тілпегі жалп етті дейтін жері осы ара ғой. Соны айтып жүрсеңіз, толықтыр. Айттым ғой жаңағы. Құс тілпегі жалп етті, артынан айтып келетті, жұрдай болып, ең соңында келген жұрдай болып қырғауыл енді өзімді атардым, артқызарғы тырқеті өзіне атып тастар деп, кері қайт деп, кері қайт деп шақырған билердің дауысы таң кетті дейді. Бүткіл недерін, қамшысын, айзасын бәрін атып түсіреді ғой. Сырт етті, қырт етті, тырс етті осылай болып келеді. Енді бірден бірін қойғаннан кейін қайттан алғым келмейді. Осылай келгеннен кейін ғой, содан кейін барып, енді батырлардың білек күшін сынауға, мергендігін сынауға болғанда ғой, жаңағы Сартайдың тастауданатын жері. Енді әркім, мысалы, ұлы жүз алды, ол тасқа сіңдірді, орта жүз алды, тас құлап жатыр жартасты.
ана Бірінші бұл жерде қалай батырларымызды сынап көрейік дей ма? Қалай болады басында? мергендер мергендігін сынайды. Жаңа билер шығады, айтады, мергендігіміз сынайық. Батырларын шығарыңдар дейді ғой, әр жүзден. Содан 300-ден айтып жіберсек оқиға. 100 батырдан шығарады. 100 батырдан. 100 батырдан 300 батыр шығарады. 300-ден 300 батыр. Содан ана бұлантының жартасы тұрта осылай. Соны бауырайлары жарылып құлап қалған. Жаңағы Жезқазғаннан келген мұражайдың меңгерушісі айтады, мүмкін мына жарылып қалған кілең қызық дейді, су мүжілген сияқты емес мынау дейді. Сол оқтың мүжілгендері сияқты көрінеді мынау дейді. Тастарда мүжіліп қалған. Тастарды сындырған. Деп елестетеміз деп қояды ғой. Сол жаңағы сарт ұлы жүзі кетті, орта жүзі кетті, содан кейін сарт кіші жүзге келгенде әуелі Бажық би деген тама соларды ол да тасқа ендіре, содан кейін Сартай алғаны азырақ тартты, миығын таңдап алды, жебенің қозы жауырын сүйірін деп келтіреді ғой. Иіліп қосты, тартқанда иіліп қосты, иін деп келтіретіндер бар. Жартасы жарып аударып оқ тоқтамай кеткен үш арысты тегіз көреді деп келетіндер бар. Тастап кеткен оқтатқан адамның атын сұрап біледі деп келтіреді. Соларда Сартайдың бастап аты шығатын жері соларда. Содан кейін ел жатыр далада, енді хандыққа біреу шығу керек. Әйтеке, Қазыбек, Төле үшеуінің біреу болу керек. Енді үлкен би үшеуі ғой. Ол жырда айтуында солай енді. Үшеуі болу керек. Таласқа түсіп 90 би шығады ғой. 300-ден 30 би отырып, бірімен бірі таласады. Хандықты бірінде бірі қимайды. Содан сөйтіп келгенде енді сонымен 9 күн жатты, артынан 2 күн қосты, 11 күн далада жатты дейді ғой. Тараспен. 11 күн далада жатып, енді ел дағдарып тұрғанда қолыққа көшті дейді. Қаздауысты Қазыбек сөзге шейерін, соңғыла адам ғой, соны сүріндіру үшін қолыққа көшіп, қырғауыл жала жауып, Қазыбек бидің Ақжелең аттың астында тұрған алтынды ерін көріп, біздің елдің халқы қолы кеткен жерін сол бұлақты жайлайды, сол бұлақтың басында ақ қайың өсіп жайнайды, сол қайыңнан біздің ел ерлік ағаш сайлайды деп келесін жері бар енді. Сол қайыңнан ерлік ағаш істеп бір ер шабатын адамға жасатқанмын, еңбегін бергенмін, мынау Ақжелең үстінде тұрған менің алтын ерім деп жала жабады ғой. Ұрладың дейді ғой. Ұрлап алдым, мынау Қазыбек ұрлап алған дейді. Сүріндіру керек қой енді. Енді ол кезде экспертиза жоқ, қолдың таңбасын алатын ештеңе жоқ. Куә керек қой, не істеп тұрады. Ел дағдарды енді. Қазыбек өзі екенін біліп тұр, бірақ менікі деген менен айғақ керек. Өздігі екенін дәлел керек. Сол уақытта Бажық би екі қақты дейді Сартайға. Сөйтсе, анау төртелші баста Әйтеке бидің ауылына келді ғой. Сол кезде Сартай Ақжелең аттың үстіндегі ана алтынды ердің, алтын жаратқан ердің тарихын сұрап алған екен. Мына қазақта мақал бар ғой, қиыспас дос ердің артқы қасын сұрайды дейтін. Сол кезде ерді сұрағысы келген екен. Сартай. Достық қой енді. Қиыспас дос ердің артқы қасын сұрайды дейтін бір мақал бар қазақта. Сол сұрағысы келіп тұрса да бір жөні келер деп бір сұрамай жіберген екен дейді. Сонда ана Бержаннан мына алтынды ерді қалай жасатқан бәрін сұрап алған екен. Содан шығып айтады ғой, сол Қараменді деген ердің сен Қараменді соққан бірерсің, таласып жатыр көп халық, қайсысы мақұл көрерсің, шындығын айтып келгенде Қазыбек би көлерсің, Қырғауыл мен Төле би шындықты айтсам көнерсің, үйсіннен шыққан Төле би сенде ажал көрерсің, таңдамақшылар күнінде осы ердің жөнінде не деп жауап берерсің деп келетін жерлері бар. Содан кейін барып шындығын айтып келгенде бұл Қазыбек бидің ері ғой, не дерсің билер, не дерсің деп ұстап тұрады ғой. Сол жаққа барғаннан кейін айғыр, бәрі айғырды айдайтын, үйірді айдайтын сол жақта болған оқиға. Енді мына жырда айғырды айдайтын жоқ. Шындығында ана бұлантының басындағы болған мұражайдан келген адамдар қара айғырдың мейіті деген тұр. Кәдімгі сол үшін үйірімен соны айдап. Сол үшін бөлек жердеген қара айғыр дейді.
тастан қалап бейітсіз боласыз деген. Сол соғыста болған дүние. Енді бір жырдың ішінде қарайғырдың үйір деген жоқ. Бұда жоқ. Зеңбірек бар деген де жоқ онда. Тек ұлы құрғанды айтқан. Атылып жатыр, парт бар, бірдеңеде сарты жайнады, сайлады, сайрады, байлады дейтін жерлер бар, ұйқастар. Нұрмағамбеттің ұйқастары да бөлек қой, керіп атады ғой. Содан. Сол жерде тоқтайды ғой, жыр сол жерде тоқтайды ғой. Солардан ана мендегісі сол сайрады, жайлады, қаруларын сайрады деп келеді де мендегі солардан аяқталып қалады. Енді ана тек ана Аманжол ініміз тапқан, атылып жатыр, парт бар, бірдеңеде сарыстары, сарыстарды, Ақшолақта жылқамының күліп тұрды, қарқ-қарқ дейтін 20 шақшол бір ұйқаспен келетін. Сол жері ғана бар. Басқа жоқ. Енді жаңағы жинақтап жатырмын деген берікте болуы мүмкін. Әне күн бір сұрағанымда аяқталған ба дедім, аяқталған, бар ма деп едім, бар деді ғой. Қашан берсеші деп едім, оған енді әлі толық бір жүйеге сүруім керек деді. Бірақ енді ел аузындағы әңгімеде Сартай сол жерде 1000 баланың 500-і қаза болады, кейін қарай қайтады. Содан кейін Сартай әлі талай елдің билігін араласады, елді қорғау соғыстарға талайына кетеді. Онысын жырда айтпайды. Ондай жоқ. Ел аузында қандай нелерге қатысты деген деректер бар. Көп айтпайды, мен оны жағын білмеймін көп. Оншасын қатысқандарын білмеймін. Мен тек ел аузында естігенім сол мөңкені жерлейтіні. Келгеннен кейін үлкейген ол ақыл тоқтатып біршама жасқа келген уақытта болған дүние. Өмірден қай жылдары, неше жасында өтеді? Жалпы көп адам 89 жасында кетті дейді. Бір-екі жерден естідім 103 жасқа келіп өлді дейді. Ана кинода жастай қайсыз болып кетті. Сол майданда соғыста өлтіреді ғой. Үлкейеді. Жалпы 3 адамға бата берген, сол Сартайдың бата берген адамдарының тұқымы көп болған. Бірі Толыбай батыр. Толыбай батырдың 9 ұлы бар ғой. Сол ұрпағы көп болған дейді Сартайдың несінің бата берген адамдарының. Артынан біздің естуімізше Сартайды шапырашшы деп есептеген. Мен естігенімде. Сөйтіп, мынау Ерманов Әділхан дейтін аға болды, марқұм қайтыс болып кетті. Алатаудың сол Баурайда жағынан үй салған екен, үйіне бар отырғанда Қойнаулы жерде бір ауылдар тұрар екен. Анау кісен көбісі шапырашшылар тұрады деген. Жалпы неге сол ауылға мейді бір соларындай тұратын ауылға Сартайдың атын беретін болған. Сартай ауылы. Мектептің атын Сартайдың атындағы мектеп қылғысы келген. Артынан сөйтіп жүргенінде Мырзан Кенжебаев дейтін ақын ағамыз бар. Сол анадан оқып қалып қарсы шыққан. Оны шыққан тегін бәрін келтіріп айтқаннан кейін ауылдың аты да жоқ, мектептің аты да жоқ, тоқтаңқырап қалған сияқты. Бірақ ол кезде мына Жау жүрек мың бала деген кинофильм шығуға сценарийлер құрылып, дайындалып, қаражаттар бөлінген сияқты ма, сондай. Енді шығуға жақын қалған. Енді шегінетін жол жоқ. Жау жүрек мың бала кинофильм шығып кетті. Жалпы енді Сартайды жастай өлтіріп тастайтын сценарийлер өзгерте береді ғой, сондай болмаса, жалпы сәтті шыққан дүние ол. Енді Сартайдың аты сол кинофильмнен кейін көп шыға бастады. Өйткені белгілі болды. Белгілі бола бастағаннан кейін зерттелулер де, архивтен қараулар да содан кейін көбейді. Алдында да бар ғой шүкір зерттеулер, іздеулер. Бірақ мына кинофильм шыққаннан кейін, ана Набат апаның айтқанынан кейін, одан кинофильм шыққаннан кейін өрістей бастады. Танымал болып. Жан-жақтан әйтеуір Сартай қозғалысы, мың бала қозғалысы демекші Сартай қозғалыстары өрістеп кетті. Біздің есімізге Сартай батыр десе, Жау жүрек мың бала фильмі түсетіндігі белгілі. Дегенмен бұл көркем фильм болғандықтан сәл-пәл әсіреулерге душар болған. Өйткені Сартай батыр мың баланы бастап барып, сол жерде қаза болады. Ал бірақ шынайы өмірде, тарихи деректерде Сартай батыр елге аман есен оралады. Кейіннен өзімен ерік білген әрбір батыр жігіттері бір өзі мыңға татитын алып тұлғаға айналады. Сартай батырдың өмірден өту жылдары туралы әртүрлі деректер бар. Біреулер Сартай батырды 80 жасында өмірден озды десе, біреулер 100-дің үстіне шығарып жатады.
Дегенмен оның қанша жыл өмір сүргендігі бізге маңызды емес. Оның өмір жолында ел үшін, жер үшін, келер ұрпақ үшін істеген ұлы ісі ғана мәңгілік жаңғырып қалмақ. Мынау тұрған Мөңке бабамыздың өзін Сартай батыр кейіннен жерлеген деседі. Яғни Сартай батыр өмірде тек қана батыр емес, әрі биде болған, молдада болған деседі. Осындай ел үшін ерен ерлігі қалған ұлы бабаларымызды қашанда ұлықтай білейік, келер ұрпақтың санасына сіңіре білейік. Сартай батыр айтуына 100-107 жасында дүниеден озды дейді. Мына кинода көрсетілген ол Барат та сол майданда қайтыс болады. Ол жалған ақпарат. Ол кезде ол өкінішке орай сол мына жүйенің осы ненің бұрмалаушылығынан ол ұлы жүздің батыры болып шыға келді. Шындығында ол осы біздің өңірдің күш жүздің батыры, қазақтың батыры. Енді ол негізінен билік пен тарихта қалған. Өйткені осы патша үкіметіне қарсы қаншама келісім губернаторларға барып, құжаттар рәсімдеп қол қойған көптеген жерде соған байланысты ақпараттар бар. Енді мына жырдан басқа аға, осы енді жырда енді жалпы Сартайдың жаңағы 300-дің басы қосылып соғысқа барғанына дейін ғой енді айтылатын нәрсе. Осы жырда айтылмаған тағы да қандай сізде ақпараттар бар аға былай? Жұрттан естіп жатқан, жырда айтылған ақиқат ақпарат дегенімізде негізгі ақпарат ол мына Сартай атамыздың басының мына осы кісілердің ашып тауып істегені. Бұл үлкен не. Енді сол кезде 37 жылғы қылыштан қан тамып тұрған заман Нұрмағамбет Қосжанұлын айдап әкеліп мында ат тастады. Сол кезде үлкен неге орап жерге көмген. Бір болашақта арманым соны іздеп тапсақ деген ойым бар. Оған экспедиция керек, оған қаражат керек. Сонда мықты қылып оралып сақталып жатқан үлкен жәдігер жатыр. Ана жау алып кетпесін, өрте жібермесін деп. Жазған сызған бәрін ана неге орап әдеміліп көмген. Жорамал жоба айтылған жер бар. Жер бар ма? Бар, айтылған жер бар. Енді соны нақты іздейтін бір мамандармен немен барып іздей бастасақ, бір 20 күн уақыт бөліп ол жәдігерде табылар еді. Ол болашақтағы жұмыс. Оған енді бәрі бұл да сол Арал жағында ма? Сол біздің туған жер, біздің Аралдың. Оның мысалға Жақайымның жері мына қазіргі Ембі, мына Бершүгір жерін бәрін жаз жайлау, қыс қыстауы. Ол кезде ел бір тұрған ғой. Ол 6 аталым, 7 12 атабайлы, 4 шөменіз осы батыс өңірдің бәрі ағайынды халықтар. Жау шапса бір-біріне көмектесіп отқан, елдігін істеген. Соңында мынандай үлкен мемлекет болып шығып, бұның тек бер жағы, оның ар жағында Саратов, Орынбор, Жаманқала, оның бәрі сол біздің бабаларымыздың жері. Енді оны білу, ар жағын енді қазбалап нағылатын ештеңеміз жоқ. Бүгінгі таңда осы қазақтың жер бетінде 9-шы баяқуатты елдігін сақтап қалсақ та бізге ол ұрпағымызға үлкен сый болар еді. Сондықтан мен жүрегімде Сартайды, мен мысалы Алла берсе қазір құжат рәсімдетіп жатырмын. Ақжар плюс деген елді мекен бар, 650 участок, 55. Садоводский коллектив, Ақжар екінің үстінде. Соған ана жылы бұлақ қаздырып Сартай батыр бұлағын істеп қойдым. Кеше 50 сотық жерге құжат рәсімдетіп жатырмын, болашақта парк салдыруға. Және сол Ақжар плюсты Сартай батыр елді мекенін қылуға сұраныс жасап, құжат дайындап жұмыс жасап жатырмын. Осы тұрғанда осы сессияға ақша бөлініп жатыр. Садоводский коллектив жилой массив болса, Алла беріп Сартай батыр бабамыздан атын берсе, бұл үлкен тұлғалы қазаққа бір жақсы не болар еді. Соған да жұмыс жасап жатыр. Енді ағамна Сартай батыр, қазақта енді батыр көп қой енді. Сартайда бар, басқа да батырлар бар. Енді осы Сартай батырдың, тек осы Сартай батырдың өмірімен бүгінгі ұрпаққа қандай өнеге көрсетуге болады бұл кісінің? Ол отансүйгіштік. 13-14 жастағы бала артына өзіндегі жас жасөспірім балдарды еріп жауға шабу, бұл деген не? Батырлық емес пе? Елдік емес пе? Міне кеше біз сіздер осында өскен жоқсыз. Біз мына октябрят болдық, пионер болдық. Ұлы Отан соғысының кезіндегі жас комсомолистердің, пионерлердің отан үшін соғысып, матростарды айтайық, тағы елін қорғады ғой, тұлға болып қалды. Бұлар да соларға өнеге болатын тұлға. Мына біздің Блант шайқасы, Бородино шайқасы, кешегі Москва түбіндегі шайқастарға пара-пар. Өйткені қазақтың бүгінгі елдігін сақтап қалды. Егер біз осы Блант шайқасында жеңіс табатын болсақ, бүгінгі қазақ елі болар ма, болмас па, бір Алла біледі. Оған сіздердің қой, мына ұлттық есебінде бүкіл жерлерін бастық берген жоңғар қайық па? Жоқ қой, жойылып кетті. Біз де сол жойылудың жобасына келіп едік. Сондықтан бұл Блант шайқасы, бұл біздің күш жүздің Әбілқайыр ханның бастауымен барған қол, қазақтың қазақшылығын, елдігін, осындай ұлан-ғайыр елді сақтап қалуға бірден бір мұрындық болған бір үлкен жеңіс шара деп ойлаймын.
Алды ел ағасы болған билер мен батырлар бастаған, соңы 12 менен 16 жастағы жасөспірім жігіттер қоштаған ұлы ерлік іс ел тарихында осылай қалған болатын. 12 мен 16 жастағы өрімдей жастарды осы ел үшін жанын қиюға, терін төгуге, қанын беруге не итермеледі? Әрине ол бойындағы ұлттық рух пенен иман еді. Иманды жастар ғана, рухты жастар ғана ел үшін жаспын демей қашанда еңбегін сіңіре білмек. Бұл бабалар біз үшін осындай ұлан ғайыр жерін қалдырды, елін қалдырды, үлкен аманатты қалдырды. Ал біздер ел үшін, жер үшін бейбіт заманда не істей алып жатырмыз? Сүйімдей жерін сүйкімсіз жауға бермеймін деп, ұлтарақтай жерін ұрпағыма, ұл қызыма қалдырам деген осынау ерлердің ісін ең болмаса ұрпақтың санасына сіңіре білейік. Сіз бен біз 12 жасымызда, 15 жасымызда не істей алып едік? Ел үшін не жасап едік? Әрине ештеңе жасаған жоқпыз. Бірақ бізде тағы да бір мүмкіндік бар. Ол қандай мүмкіндік десеңіздер, өзіміз жасай алмасақ та артымызда келе жатқан ұрпақты иманды қылып, рухты қылып тәрбиелей білейік. Өйткені бізге бабалар осындай даланы, осындай кеңдікті, осындай теңдікті аманат қылып тапсырды. Аманатқа қиянат жасамай, тәуелсіздіктің таң үшін, тәуелсіз елім үшін біздер де жатпай тұрмай қызмет жасайық. Еліміздің туы көгімізде желбірей берсін, елдігіміз қиямет қайымға дейін болсын. Сіздер көріп отырған бұл бағдарлама Сартай батыр туралы тырнақалды туынды десек те болады. Яғни Сартай туралы зерттеудің бірінші бөлімі болып саналады. Ол туралы әлі зерттелмеген, зерттелуі керек дүниелер көп-ақ. Ел ішін аралап, ол туралы білетіндердің де алдынан өту алдағы мақсаттарымызда бар. Дегенмен бұл бағдарламаны шығару, бұл бағдарламаны жасау барлығы қаражатқа тірелетін болғандықтан, әрмен қарай бағдарламамызға қолдау білдірем деушілер болса, астыға номер қалдырамыз. Біздерге хабарлассаңыздар болады. Және де Сартай туралы тағы да тың деректер білетіндер болса, әлгі номерге хабарласыңыздар.